Баршаңызға қайырлы күн достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен осындай әдемі болып шығатын бір ғана апельсиннен 2 литр сок, яғни шырын дайындайтын боламыз. Қазіргі кезде, яғни жаз мезгілінде бұл шырындар біздің шөлімізді басатын нағыз таптырмас сусын болып табылады. Егер сіздерде осындай шырын дайындағыларыңыз келсе, видеоны соңына дейін көріңіздер. Шырын дайындау үшін ең алдымен бізге 2 литр су керек. Суымызға 200 грамм қантымызды қосып, жақсылап араластырып аламыз. Мен шырынымыздың қышқыл болғанын қаладым, сол себептен де жарты лимонды қосып жібердім. Сіздер лимон қоспасаңыздар да болады. Рецепт бойынша лимон қосылмайды. Менде осындай лимонның суын алатын ыдыс бар. Сол ыдысты пайдалана отырып, мен лимон мен апельсиннің шырынын бөлек алып алдым. Енді осы екі шырынды біздің суымызға қосамыз. Содан кейін суымызды отқа қойып, кемінде жарты сағат қайнататын боламыз. Мен апельсин мен лимонымыздың қабықтарын жақсылап жуып, турап, оны да суға қосып жібердім. Міне біздің суымыз жақсылап қайнап жатыр. Енді осыны 30 минут бойы қайнататын боламыз. Суымыз қайнап болғаннан кейін жеке ыдысқа сүзіп аламыз. Содан кейін ыдыстарымызға құямыз. Егер де салқындатып ішкіңіз келсе, тоңазытқышқа 1 сағатқа қойып қоюға болады. Міне осымен біздің шырынымыз дайын болды. Жасалуы өте оңай және өте дәмді болып шығады екен. Сіздер де жасап көрсеңіздер, өкінбейсіздер. Каналға тіркеліп, видеоға лайк баса кетіңіздер. Сіздермен болған Тағамдар каналы.